Пробный Reels арқылы 2000 оқырман жинадым. Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі видеода мен Инстаграмның жаңа функциясы пробный режим, пробный Reels арқылы қалай жаңа теп-тегін 2000 оқырман алып келгенім туралы бөліскім келіп тұр. Пробный Reels Инстаграмның жаңа функциясы жақында шыққан, және де оны адамдар пайдаланып жатқандар да бар, білмейтін адамдар бар, және дұрыс пайдаланбай жүрген адамдар да бар. Блогын өсіріп оқырман жинағысы келетін адамдарға өте пайдалы видео болады. Пробный Reels дегеніміз не? Пробный Reels'ның негізгі мақсаты ойланып тұрған, сеніміңіз болмай тұрған, өте ма, өтпей ма, аудиторияма ұнай ма, ұнамай ма, салсам ба, салмасам ба бұл Reels'ті деп ойланып тұрған контентіңізді пробный Reels'қа салып көру негізгі мақсаты. Және де сіздің контентіңіз, лентаңызда, парақшаңызда қалай көрінеді, шрифттер үйлесіп тұр ма, визуалға келіп тұр ма, соны да қарауға болады пробный Reels'қа салып көру арқылы. Пробный Reels'ті негізі сіздің аудиторияңыз көрмейді, оны сіздің аудиторияңыздан басқа адамдарға Инстаграм өзі көрсетеді де тестілеп көреді. Егер өте ма, өтпей ма, лайк қанша болады, репост болады ма, соның барлығын көрсетіп, егер жақсы өтіп жатса, сіз өз аудиторияңызға оны бөлсе аласыз. Пробный Reels'тің негізгі мақсаты осындай, бірақ мен оны қалай пайдаландым, және қалай пайдаланамын. Видеоны монтаждаған кезде бастапқыда 3 секундта шығатын тақырыпты мен әртүрлі тақырыптармен салып көремін. Яғни пробный Reels'қа қай тақырып жақсы өтеді. Егер біреу өтіп біреу өтпей жатса, яғни қайсы жақсырақ болады, соны мен өз лентама бөлісе аламын. Қалғандарын өшіріп тастауға болады, өшірмей пробный Reels'те тұра берсе болады, өйткені сіздің оқырмандарыңыз, сіздің парақшаңызға кірген адамдар оны көрмейді да, ешкім көрмейді почти. Просто басқа бір аудиторияға шығады, ол аудитория көріп оны, мүмкін сіздің парақшаңызға кіріп қалар. И сізде дәл сол Reels тұр по идее, просто тақырыбы басқаша, оны ешкім байқамайды. Осылайша мен қандай тақырыптар өтеді, қандай формат өтеді, көп қаралым жинау үшін, оқырман жинау үшін қандай тақырыптар жазсам болады, соны мен тексеріп алам пробный режимнан. Юмор болсын, прикол болсын, бір форматтарды тестілеп көргіңіз келсе, яғни сіздің нишаңызға келмейтін бір видео салғыңыз келіп тұр, өзіңізді басқа қырыңыздан көріп бір салғыңыз келіп тұр, бірақ өзіңіздің аудиторияңыздан ұяласыз. Ондай видео салсам, менің аудиториям не дейді деген сияқты ұялатын болсаңыз, смело сол жаққа пробный Reels'қа салуға болады, Бұл екіншісі. Тағы қалай пайдаланамын? Мен ескі Reels'тарды қайта салам, яғни миллион қаралым жинаған, одан да аз жинаған болса, яғни маған подписчик көп алып келген Reels'тар болса, мен соны дәл сол видеоны пробный режимге Reels'қа қайтадан саламын. Бір өткен контент ол қайтадан өтеді. И өткенде де сіздің аудиторияңыз көрмейді оны, мынаны неге қайта салып жатыр деген сияқты ой болмайды ешкімде. Оны жаңа аудитория көреді, жаңа аудитория қайтадан охват жинайды, подписчик алып келеді жаңадан. Сөйтіп, оқырман санын одан да көп жинап алуыңызға болады. Пробный Reels'ті мен неге жақсы көрем? Бұл кәдімгідей бесплатный таргет қой. Reels'тің өзі де бесплатный таргет, но кәдімгі пробный видеоның өзі сіздерге кәдімгідей таргет. Ол жаққа қанша видео салсаңыз да болады, там лимит жоқ та. Сіз бір креатив дайындадыңыз, бір курсыңыз сатқыңыз келді, сіз кәдімгідей соған қатысты кәдімгі сатылым алып келетін видеоның өзін сол пробный режимге салсаңыз, сізге минимум 100 болсын, 200, 300, 400, 500, даже 1000 адамға дейін көреді да. Егер өтпеді дегеннің өзінде 1000 адам көреді. Сол жерде сіз уже бесплатный таргет жүргізіп тұрсыз 1000 адамға. Ал былай шынымен таргет жүргізетін болсаңыз, сіз ол видеоға бірталай ақша төлер едіңіз, на самом деле қарағанда. Дәл солай сіз бірнеше видеоны спокойно сала берсеңіз болады да. Ешқандай ақша төлемей клиент, подписчик, ақша, табыс табуға үлкен мүмкіндік. Қарасаңыздар болады, мен солай өткен видеоларымды қайтадан салып, 400 оқырман қосылса да, 1000 оқырман қосылса да, ол сізге уже дополнительно да, неге сол мүмкіндікті пайдаланбасқа. Мен миллион қаралым жинаған видеоларды қайдадан салдым, 400-500 мыңдап қаралым жинап жатыр, Дәл солай сіздің подписчик алып келген көп видеоңыз болса, оны пробный Reels'қа қайтадан салуыңызға болады. Мен осыларды пайдалану арқылы қазірдің өзінде чисто пробный Reels арқылы 2000 оқырман келді.
и оны мен әлі де қолданамын да, әлі де пайдаланамын. Мен неге әртүрлі тақырыптармен рилстар жасаймын? Өйткені рилстың өтпеуі ол триггерный заголовок, яғни тақырыпқа тікелей байланысты болады. Одно и то же видео біреу миллион қаралым жинайды, біреуі там 12 мың 13 мың қаралым жинайды. Неге? Өйткені заголовок, яғни тақырыбы, айырмашылығы тек қана тақырыбында. Қаншама рилстар түсіріп жатсың, рилс курстарына қатысып жатсың, бірақ просмотр өспей жатса, подписчик жинай алмай жатсаң, мен жақын арада болатын рилс интенсивке шақырамын. Ол жақта прям заголовокпен жұмыс жасаймыз. Сіздердің жасаған рилстарыңызға өтетіндей қылып заголовок жасауға көмектесетін боламын. 2 апта болады, қосылғыңыз келсе телеграмға өтіңіздер. 2 аптада әртүрлі рилс форматтарын үйреніп, сол рилс арқылы оқырман жинау, подписчик жинау, пробный режимге салу, және де табысыңызды арттыратын сабақтар болады. И менің кері байланысым болады. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Келесі видео қандай тақырыпта болсын.